Осы мешілік түрдегі үміттемін. Бүгін функцияның туындысына байланысты тесттің талдау видеосын түсіріп жатырмын. Бірінші есе функцияның туындысын табу керек. Y штрих дегеніміз 3 көбейтілген 2 көбейтілген x-ге 2x минус 5 плюс 5 көбейтілген x-тің туындысы 1-ге тең, 7-нің туындысы 0-ге тең. Сонда мына жақта бізде 3-ге 2-ні көбейтсек 6x плюс 5 болады. 6x плюс 5 деген мына вариантында тұр. Келесі функцияның туындысын табыңыз. Бұл бізде күрделі функция. Бірінші x-тің 5 дәрежесінің туындысы сияқты қараймыз. X-тің 5 дәрежесінің туындысы ол 5x-тің 4 дәрежесі. Демек, мына функцияның туындысы y штрихтен болады 5 көбейтілген 4x минус 1. Соның 4 дәрежесі көбейтілген сосын 4x минус 1-дің туындысын табамыз. 5 көбейтілген 4x минус 1-дің 4 дәрежесі көбейтілген 4x минус 1-дің туындысы 4-ге тең. 4 пен 5-ті көбейтеміз, 20 4x минус 1-дің 4 дәрежесі деген болады. Ол бізде Е вариантында тұр. Келесі функцияның туындысының мынандай мәндеріндегі өрнектің мәнін табу керек. Біз бірінші функцияның туындысын тауып аламыз. f'(x) 4 көбейтілген 3x-тің квадраты плюс 5 көбейтілген 2x минус 4 болады. Соның орнынан x-тің орнынан 0-ды қоямын. Ол бізде 0 плюс 0 минус 4 тең болады, минус 4 болады. Сосын 2-ні қоямын. Мына жақта 4 көбейтілген 3 көбейтілген x-тің квадраты. Мына жердегі x-тердің орнына 2-ні қоямын. 2-нің квадраты дегеніміз 4 плюс 5 көбейтілген 2 көбейтілген 2 минус 4 тең болады. 4 3-ке көбейтсек 12, 12-ні 4-ке көбейтсек 48. 2-ні 5-ке көбейтсек 10, 10-ға 2-ні қоссақ 20. 40-қа 20-ні қоссақ 68, 68-ден 4-ті азайтсақ 64. Бізге табу керек f'0 плюс f'2. f'0 дегеніміз минус 4-ке тең, минус 4 плюс 64, ол бізде 60-ға тең. Әді жауабында тұр. Одан кейін функцияның туындысын табыңыз дейді. Мына жердегі x-тің минус 3 дәрежесі, бөлшектің бөлімінде тұрған x-тің 3 дәрежесін алымына минус дәреже қылып шығарсақ болады, x-тің минус 3 дәрежесі деп. Одан кейін y штрих дегеніміз 5-ті жазып қоямыз, минус 3-ті алдына түсіреміз, көбейтілген x-тің минус 3 минус 1 дәрежесі болады. 5 пен минус 3-ті көбейтсек минус 15. Минус 15 x-тің минус 4 дәрежесі болады. Минус 15-ні жерден болады, екі рет салып кетті. Минус 15 x-тің минус 4 дәрежесі, ана минус 4 дәрежені қайтадан оң дәрежеге айналдырып жүрсек болады. Минус 15 бөлінген 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесі деп, яғни минус 15 бөлінген x-тің 4 дәрежесі деген жердегі С жауабына тұр екен. Келесі функцияның туындысын табу керек. Мынаны жақшаларды ашып жүріп туындысын тапсақ болады. X-тің кубын x-қа көбейтетін болсақ, x-тің 4 дәрежесі болады, x-тің кубын 4-ке көбейтетін болсақ, 4x куб болады. Енді осы функцияның туындысын табамын. 4x-тің кубы минус 4 көбейтілген 3x-тің квадраты болады. 4x куб минус 12x-тің квадраты деген мына жердегі Д жауабында бар. Функцияның туындысын табыңыз дейді. Мына жақта бөлшектің бөлімінде тек қана x квадрат тұр. Значит, мына алымындағылардың әрқайсысын былай жазып алсақ болады. 5x-тің 4 дәрежесі бөлінген x квадрат, 4x-тің кубы бөлінген x квадрат, минус x квадрат бөлінген x квадрат деп жазып алсақ болады. X-тің 4 дәрежесін x квадратқа бөлетін болсақ, 5x-тің квадраты болады. 4x-тің кубын x квадратқа бөлетін болсақ, x болады. X квадратқа бөлетін болсақ, 1 шығады. Мына жерде дәрежелерін азайтамыз. 4-тен 2-ні азайтамыз 2, 3-тен 2-ні азайтамыз 2. Енді осы функцияның туындысын табамын. 5 көбейтілген 2x плюс 4 көбейтілген 2x. Мына жерде 4-тің x-тің 1 дәрежесі болады. 3-тен 2-ні азайтамыз 1 дәреже болады. Сонда 4 көбейтілген x-тің туындысы 1-ге тең, санның туындысы 0-ге тең. Демек, 10x плюс 4 деген болып шығады екен. Ол А жауабында тұр. Мына 2 рет қойылып кетіпті де. 7-ші функцияның туындысын табыңыз. Мына жердегі бізде мындай дәреженің қасиеті бар. Егер n дәрежелі m деп жазылатын болса, онда a m бөлінген n деп жазамыз. Дәреженің қасиеті. Бізде, значит, 4 дәрежелі x дегеніміз x
4-тен 1 дәрежесі болады. Себебі x-тің мына жерде дәрежесінде 1 бар деп ойлаймыз. 1 бөлінген 4 болады. Сонда y дегеніміз x көбейтілген 4 дәрежелі түбірдің орнына x-тің 4-тен 1 дәрежесі деп аламыз. X-тар бірдей болғасын дәрежелерін қосамыз. Мына жерде 1 бар деп ойлаймыз да, екеуін қосып жүретін болсақ, мына жаққа 4-тен береміз, мына жақтан 1-ден береміз, 4-ке 1-ді қосатын болсақ, 5-тен 4 болады. Енді осы функцияның туындысын табамыз. 5 бөлінген 4, x-тің 5 бөлінген 4 минус 1 дәрежесі. 5 бөлінген 4, x-тің 4 жеміз, тағы да неден беретін болсақ, 4-тен 1 болады. Ал бұл дегеніміз 5 бөлінген 4 дәрежелі түбір астында x деген сөз. Ол бізде мынау жауабында тұр. Назады 5-ке көбейте салсақ болады. Так, 8-ші туындысын тауып 0-ге теңестіреміз, сол теңдеуді шешу керекпіз. X-тің кубы, x куб бөлінген 3 дегенді біз 3-тен 1 x-тің кубы деп алсақ болады. Екеуі бірдей. Демек 3-тен 1 x-тің кубының туындысы y штрих дегеніміз 3-тен 1-ді жазып қоямыз. 3x-тің квадраты болады. Плюс 3 көбейтілген x квадраттың туындысы 2x минус 7. Осы 0-ге теңестіреміз. 3 пен 3-ті қысқарып жіберемін. X квадрат плюс 6x минус 7 тен болады 0-ге. Дискриминант дегеніміз 36 минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 7. 36 плюс 28 тен болады 64. x1 x2 дегеніміз минус 6 плюс минус 8 бөлінген 2. Минус 14 минус 7 2 1 болады. Сонда жауабы минус 7 және 1. Келесі функцияның туындысын табу керек. Мынау бізде күрделі функция түбір тұр. Алтыны жазып қоямыз. Көбейтілген түбірдің туындысын тауып аламыз. 2 түбір астында 4x плюс 3 көбейтеміз. Сосын 4x плюс 3-тің туындысы 4. 4 пен 2-ні қысқарып жүрсек болады. Мына жақта 1, мына жақта 2 болады. 6 мен 2-ні көбейтеміз. 12 бөлінген 4x плюс 3 болады. Ол бізде С жауабында тұр. Функцияның туындысын табамыз. Әрқайсысы күрделі функция. Бірінші синустікін табатын болсақ, синустың туындысы косинус 2x. Содан кейін барып 2x-тің туындысын табамыз. Ол бізде 2. Косинустың туындысы минус синус 4x, 4x-тің туындысы 4-ке тең. Сонда 2 косинус 2x минус 4 синус 4x. 2 косинус 2x минус 4. Осылай болады. Келесі функция берілген, туындысы 0-ден кіші болатын теңсіздікті шешу керекпіз. Бірінші функцияның туындысын тауып алайық. 3x-тің туындысы 3x көбейтілген ln 3. Сосын ln 27 дегеніміз сан бір. Бұл бізде сан. X-тің алдына сан тұратын болса, біз соны жазып қоятын едік. ln 27 x-тің туындысы 1-ге тең. Енді осы өрнек минус ln 27 0-ден кіші деген теңсіздікті шешеміз. 3-тің x дәрежесі көбейтілген ln 3-ті жазып қоямыз. ln 27-ні ана жаққа плюс қылып шығарып жібереміз. Сонда мына жақта кіші болады да, минусымыз бізде плюс болып барады. ln 27 3-ден 3-тің x дәрежесін табатын болсақ, ln 27 бөлінген ln 3. Сосын мына жақта 27 дегеніміз бізде 27 дегеніміз 3-тің кубы, ln 3-тің кубы бөлінген ln 3. Мына 3-ті алдына түсіріп жібереміз. Сол кезде 3 ln 3 бөлінген ln 3 болады. ln 3 пен ln 3-ті қысқарып жібереміз. Тек қана 3-тің x дәрежесі кіші 3-тен дейміз. Мына жақта 1 дәрежесі бар, демек негіздері бірдей дәрежелерін жаза қоямыз. X кіші 1-ден деген е жауабында бар. Так, функцияның туындысын табу керек. Тангенстің туындысы 1 бөлінген косинус квадрат x. Сонда 1 бөлінген косинус квадрат x минус 1 болады. 1 бөлінген косинус квадрат x минус 1 болады. Енді мынаны ақшамдау керек болады. Косинус квадрат x минус 1 тен болады. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, косинус квадрат x жақта 1 болады, мына жақта косинус квадрат x болады. 1 минус косинус квадрат x ол бізде синусты береді. Синус квадрат пен косинус квадраттардың қосындысы 1-ге тең еді. Синус квадрат x бөлінген косинус квадрат x. Синус пен косинустың бір-біріне қатынасы ол бізде тангенсті береді. Мына жақта квадрат бар, тангенс квадрат x деген тағы бір жауабы бар.
Так, мына жақта бір функция берілген, сол функцияның үштегі және бірдегі мәндерінің қатынасын табу керек. Функцияның туындысы үштің x дәрежесі көбейтілген ln 3. Енді осының орнына мен үшті f'1. X-ның орнына үшті қоятын болсам, үштің үш дәрежесі ln 3 бөлінген. Үштің бір дәрежесі ln 3 болады. Мынаның орнына просто x-тің орнына 3 пен 1-ді қойдым. ln 3 пен ln 3-ті қысқартамын. Үштің үш дәрежесі дегеніміз 27, үштің бір дәрежесі дегеніміз 3-ке тең. 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады. Так, функцияның туындысын табыңыз дейді. Бұл тоже бізде күрделі функция ax штрих дегеніміз a-ның x дәрежесі ln a болатын еді, иә. Бірақ бізде мына жерде тағы да x-тің дәрежесінде 2x плюс 5 деген тұр. Демек, y штрих дегеніміз бірінші жазып қоямыз, 2x плюс 5 деп көбейтеміз. ln a бізде 3-ке тең, ln 3 болады. Одан кейін барып 2x плюс 5-тің туындысын табамын. 2x плюс 5-тің туындысы. Мынаны сол күйінде жазып қоямын, 2x плюс 5 көбейтілген ln 3. 2x-тің туындысы 2-ге тең, 5-тің туындысы 0-ге тең. Так, бұл бізде мына е жауабында тұр, 2 көбейтілген. Ары қарай уже көбейтпейміз, мына жауаптарды іздейміз. Так, функцияның туындысын табыңыз дейді. Бұл бізде ln, тоже күрделі функция, ln x-ның туындысы 1 бөлінген x-ке тең. Мына жақта x тұр деп ойлаймыз. Сонда y штрихтен болады 1 бөлінген 3x минус 4. ln-ның туындысын таптық. Енді 3x-тің туындысын табамын. Ол бізде 3-ке тең. Көбейтіп жүрсем болады 3x минус 4 деп. Сол кезде мына а жауабындағы вариант шығады екен. Так, екінші туындысын, 8-ші туындысын тауып, оның пи бөлінген 6 дегендегі мәні қай аралықта жатады дейді. Бірінші туындысын тауып аламыз. Синустың туындысы бізде косинус 2x, сосын 2x-тің туындысы 2-ге тең, 2-ні бүйтіп алдына жаза салайын. Енді осының пи бөлінген 6 мәніндегі косинус 2 көбейтілген пи бөлінген 6 деп жазамыз. X-тің орнына пи бөлінген 6-ны қойып тұрмын. Косинус 2 мен 6-ны қысқартамын, пи бөлінген 3. Пи бөлінген 3 дегеніміз 60 градус. 60 градуста косинус 2-ден 1-ге тең. Жақта 1 болады. Енді қай аралықта жатады? Минус 3 пен 2-ның арасында 1 бар. 0 мен 1-дің арасында 1 кірмейді. 1 кірмейді. Мына жақта 0-ге дейін дейді, 1 одан үлкен. 2 дегеніміз 1-ден асып кетеді. Минус 7 мен минус 1-дің аралығында 1 жоқ. 0 мен минус 5-дің арасында тоже жоқ. Тек қана осы аралықта бар деген сөз. Так, келесі туындысын тауып, 0-ден кіші теңсіздігін шешу керекпіз. Бірінші туындысын тауып ала қояйық. Синустың туындысы косинус 2x, 2x-тің туындысы 2, сразу алдына жаза саламын. Сосын түбірасты 2 дегеніміз сан, x-тің туындысы 1-ге тең. Осы кіші 0-ден дейді. Енді не істеймін? Мына жердегі түбірастыны мен арғы жаққа шығарып жүремін. 2 косинус 2x кіші минус түбірастында 2-ден. Косинус 2x дегеніміз минус түбірастында 2 бөлінген 2. Ол қай жердегі нүкте? Жалпы теңсіздіктер шешкенде өзінің бір ережелері бар. Минус түбірастында 2 дегеніміз примерно бір осы жердегі бір нүкте болатын болса, мына жерде жалпы минус түбірасты 2 дегеніміз 135 градус, 135 градус дегеніміз мына жерде 0 болады, мына жерде 90 градус болады, мына жерде 135 градус, сол 3 бөлінген 4 деген нүкте, 3 бөлінген 4, сосын соны мына жаққа жібереміз. Мына жерде тағы бір нүкте болады. Мына жердегі нүкте 180 градус пиға тағы да мына жердегі нүктенің координатасы пи қосылған пи бөлінген 4 болады. 180-ге тағы да 45 градусты қосып жүреміз. Ортақ бөлімге келтіреміз. 4 5 пи бөлінген 4 болады. Значит, мына жердегі точкамыз бізде 5 пи бөлінген 4. Енді косинус бізде кіші болатын болса, онда мына сызықтың оң жағын, сол жағын белгілейміз. Демек бізде 2x қабылдайды 3 бөлінген 4-тен басталады. Міне 3 бөлінген 4-тен басталады. И мына жердегі 5 бөлінген 4-ке дейін барады. 3 бөлінген 4-тен 5 бөлінген 4-ке дейін. Және косинуста бізде 2 пика период бар. Соларды қосамыз, 2 пика қосылған 2 пика деп. Біз 2x-ті тауып тұрмыз, ал бізге x-тің шешімі керек. X-ті табу үшін көбейту 2 ғой, сол барлығын бөлу жүреді. 3 бөлінген 4-ті 2-ге бөлсек,
бір санға бөліп жатқан кезде ол бөліміне апарып көбейтіледі. 2 мен 4-ті көбейтеміз 8. 2 пиканы 2-ге бөліп жүретін болсақ, пика болады. 5 пи бөлінген 4 дегеніміз 5 пи бөлінген 8 болады. Плюс 2 пиканы 2-ге бөліп жүретін болсақ, пика болады. Осындай жауапты іздейміз. 3 пи бөлінген 8 дегеніміз міне тек қана өзі бір жауапта ғана тұр екен. Так, келесі туындысын табамыз. Бұл жерде көбейтіндінің туындысы, у көбейтілген в штрих дегеніміз у штрих в плюс у в штрих деген сөз. Сонда мына жақта y штрих дегеніміз е синус x-ның туындысы е-нің өзі, синустың туындысы косинус x көбейтілген, қасында өзі косинус тұр. Қосамын, бірінші функцияны сол күйінде жазып қоямын. Екіншісінде косинустың туындысы минус синус x. Так, мына жерде е-нің синус x дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жүруге болады. Косинусты косинусқа көбейтемін, косинус квадрат x. Мына жерде минус синус x қалады. Е синус x косинус квадрат дегеніміз мына жердегі мына с жауабы. Келесі мына жерде логарифмның туындысы, логарифм а негізді x болатын болса, 1 бөлінген x ln a еді, мына жақта да 1 бөлінген x-тің орнында сізде не тұр? X квадрат плюс 3 тұр. Содан кейін көбейтілген ln 3-ті жасасыз. Содан кейін барып x квадрат плюс 3-тің туындысын табасыз. X квадраттың туындысы 2x, 3-тің туындысы 0-ге тең. 2x бөлінген x квадрат плюс 3 ln 3 деген мына жердегі мына жауапты белгілейміз. Так, функцияның туындысын табамыз, орнына логарифм x-тің орнына логарифм 7, 5 дегенді қоямыз. f' x дегеніміз 7x ln 7. Енді x-тің орнына біз логарифм 7, 5 дегенді қоямыз. 7 x-тің орнына логарифм 7 негізді 5 дегенді қоямыз. Көбейтілген ln 7. Логарифм 7 мен 7-ні қысқартып жүреміз. 5 көбейтілген ln 7 деген мәні шығады. Мына жақта туындыны табу керекпіз, және бұл жерде көбейтінді туындыны табамыз. Көбейтінді x кубтың туындысы 3x-тің квадраты көбейтілген екіншісінің просто өзін жазып қоямыз. ln 4x деп. Сосын қосамыз. X кубты жазып қоямыз. ln 4x-ның туындысы, ln-ның туындысы 1 бөлінген x негізі 1 бөлінген 4x қоямыз. Сосын 4x-ның туындысы 4-ке тең. Сонда 3x-тің квадраты көбейтілген ln 4x. 4 пен 4-ті қысқартып жүреміз. X квадрат пен x куб пен x-ті қысқартамыз. Сонда бізде x квадрат қалады. Так, жауапты таппадық қой. 3x-тің квадраты ln 4x плюс x квадрат деген мына жауабынан көріп тұрмын. Так, туындыны табу керекпіз, және бұл бөлінді. У бөлінген v штрих дегеніміз у штрих v минус у v штрих бөлінген v квадрат. Демек, f штрих дегеніміз не? V квадрат дегеніміз 2x минус 4-тің квадраты. Біріншісінің туындысы 2x көбейтілген екіншісінің өзі минус біріншісінің өзін жазып қоямыз. X квадрат минус 3x көбейтілген 2. Жақшыларды ашамыз. 4x-тің квадраты минус 8x минус 2x квадрат. Жақшаның алды минус болғасын, жақшаның іші өзгереді 6x болып бөлінген 2x минус 4-тің квадраты болады. Так, 4x квадраттан 2x квадратты азайтсақ, бізде болады 2x-тің квадраты минус 8x плюс 6x дегеніміз минус 2x бөлінген. Мына жақтан 2-ні жақшаның сыртына шығарып жүруге болады. X минус 2-нің квадраты болады. Полный здесь. Сосын мына жақтан 2x-ті жақшаның сыртына шығарып жүрсек, ішінде қалады x минус 1. Мына жақта 2-нің квадраты дегеніміз 4. X минус 2-нің квадраты болады. Квадрат 2-ге де мына жақшаға да әсер етеді. 2 мен 4-ті қысқартатын болсақ, так, біздің жерде білем ұмытып па?
x квадрат минус 3x. Мына жерде 2x-тің туындысы, мына жерде минус 3 бар туы, мына жеріміз қосылады қазір. 2x квадрат минус 3 деп ойлап қалдым. Так, значит, f' x деген біріншісінің туындысы 2x минус 3 болады, көбейтілген екіншісінің өзі 2x минус 4. Минус біріншісінің өзі x квадрат минус 3x, біздің екіншісінің туындысы 2-ге тең, бөлінген 2x минус 4-тің квадраты. Сөз тақшаларды ашамыз. 4x-тің квадраты минус 8x минус 6x плюс 12 минус 2x-тің квадраты плюс 6x. Бөлінген екінші жақшының сыртына шығарып жібереміз. X минус 2-нің квадраты. 4x квадраттан 2x квадрат азайтсақ 2x-тің квадраты. Минус 6x пен плюс 6x бізде 0 болып кетеді. Минус 8x плюс 12 болады. 2-нің квадраты дегеніміз 4. Біздің x минус 2-нің квадраты болады. Так, сосын мына жерден жақшаның сыртына 2-ні шығарып жүрсек болады. X-тің квадраты минус 4x плюс 6 болады, бөлінген 4x минус 2-нің квадраты. 2 мен 4-ті қысқартып жібереміз. Сол кезде x квадрат минус 4x плюс 6 бөлінген, мына жерде 2 қалады, x минус 2-нің квадраты деген жауапты іздейміз. Бұл бізде бірінші жауапта тұр ма? Келесі туындыны табамыз. Мына жерде бізде бірнеше функция тұр. Түбірдің ішінде синус тұр, синустың ішінде тағы түбір тұр. Демек, бірінші түбірдің туындысы бойынша y' дегеніміз y' дегеніміз 1 бөлінген 2 түбір астындағы синус түбір астында x болады. Сосын синустың туындысын табамын, оның туындысы косинус түбір астында x. Сосын түбір асты x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбір астында x болады. Сонда мына жақта косинус түбір астында x бөлінген 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, синус түбір астында x көбейтілген түбір астында x. Мыналарды бүйтіп бір-біріне көбейтіп бір түбірге алып жүруге болады. Косинус x деген қайда? Мына е жауабына келеді екен. Бір түбірге алып жүруге болады, екеуін. Келесі, жанаманың бұрыштық коэффициентін табыңыз дейді. Туындысын тауып, x-тің орнына 2-ні қоямыз, 2x минус 6 y', 2 дегеніміз 2 көбейтілген 2 минус 6 минус 2-ге тең. Ой. Мына жеріміз плюс 6 екен, плюс 6 екен. 4-ке 6-ны қоссақ 10. Көлбеу бұрышын табыңыз дейді. Көлбеу бұрышы дегеніміз тоже тангенс f'(x0). Ол бізде тангенске тең, ол бұрыштық коэффициентке тең. Главное бізге несін табу керек болса, туындысын табу керек. 2x минус 1 f' минус 3-ті қоятын болсақ, 2 көбейтілген минус 3 минус 1 минус 7-ге тең болады. Біз тангенс альфа деп минус 7-нің модулін аламыз. Теріс сан болса, оң сан аламыз, оң сан болса, оң сан аламыз. Осы жерден альфаны табатын болсақ, арктангенс 7 болады. Жанасу нүктесінің абсциссын табыңыз дейді. Жанасу нүктесі, демек, мынаның туындысын табуға алу керек. y' тең болады, 2x минус 8 болады. Сосын мына 2x минус 8-ді теңестіреміз минус 4x плюс 3-ке. 6x болады, мына жаққа 8 10 болып барады, 11. 6, 11, ажып қойымыз. X минус 8 графиктердің жанасы нүктесі. Екеуін теңестіріп қарайық, сол жанасы нүктесін табу үшін x квадрат минус 8x плюс 7 тең болады минус 4x плюс 3.
x квадрат минус 8x плюс 4x плюс 7 минус 3 тең болады 0. X квадрат минус 4x плюс 4 тең болады 0. Осы жерден дискриминант тапсаңыз, туындысы, в принципе, керек болмай қалды ма? Дискриминант дегеніміз, ой, 4-нің квадраты 16 минус 4 көбейтілген 4 тең болады 0. Дискриминант 0 болатын болса, x1, x2 тең болады, ол минус b бөлінген 2a деген формуламен табылады. Сонда 4 бөлінген 2 көбейтілген 1 тең болады 2 деген нүкте болады. Так, материалдық нүкте қозғалып келе жатыр, жылдамдығын табыңыз дейді. Бірінші ретті туындысын табамыз да, тінің орнына 1-ді қоямыз. VT дегеніміз мынаның бірінші туындысы 6 көбейтілген 2t минус 8. Осының орнына, t-ның орнына 1 секундты қой дейді, 6 көбейтілген 2 минус 8 4 болады. Тоже жылдамдықты табу керекпіз, егер уақыт 5 секунд болатын болса. VT деген туындысын табамыз, 2t плюс 6, v 5, 2 көбейтілген 5 плюс 6 тең болады 16. Бізге үдеуін табу керек, t 2 секунд болатын болса, демек біз бірінші жылдамдықты тауып аламыз, содан кейін тағы да туынды аламыз. T куб дегеніміз 3t-ның квадраты минус 2 көбейтілген 2t плюс 2. Яғни 3t-ның квадраты минус 4t плюс 2 болады. Өтеуді табу үшін осы жылдамдықтан тағы да туынды аламын. 3 көбейтілген 2t минус 4. Бұл 6t минус 4 деген сөз. Егер t бізде 2 секунд болатын болса, 6 көбейтілген 2 минус 4 дегеніміз 12, 12-ден 4-ті азайтсақ 8 метр секунд квадрат болады екен. Осындай заңмен қозғалып келе жатыр. Жылдамдығы 4 болатын болса, уақытты табу керек. Бірінші жылдамдығын табамыз да, соны 4-ке теңестіреміз. Жылдамдығын табу үшін оның туындысын табамыз. 2 бөлінген 3 көбейтілген 3t-ның квадраты минус 2 көбейтілген 2t минус 12. 3 пен 3-ті қысқарып жүреміз, сонда 2t квадрат минус 4t минус 12 ма? Минус 12, осы жылдамдығы бізде 4-ке тең болсын дейді. Демек 2t квадрат минус 4t минус 12 минус 4 тең болады 0-ге. 2t-ның квадраты минус 4t минус 16 тең 0-ге. Барлығын түгелі 2 бөліп жіберуге болады. t квадрат минус 2t минус 8 тең болады 0. Осы жерден t1 t2 дегеніміз өзіңіз дискриминантпен есептеп ала қойыңыз. 6 мен 2 шығар ма? 4 пен 2. 4 пен 2. Қайсысы минус болады? Минус 2 минус болады. 2 көбейтсек минус 8 қоссақ 2. Минус 2 деген жауап уақыт керек емес бізге, сондықтан 4 секунд дегенді белгілейміз. Мына жақта үдеуі 12 метр секунд. Үдеуін табамыз да 12-ке теңестіреміз. Ол үшін не істейміз? Бірінші жылдамдығын тауып аламыз. 4-тен 3 көбейтілген 3t-ның квадраты минус 2 көбейтілген 2t плюс 7. 3 пен 3-ті қысқарып жүреміз. 4t-ның квадраты минус 4t плюс 7 деп. Үдеуін табу үшін осының тағы да туындысын табамын. 2t минус 4. Осыны 12-ке теңестіремін. 8t тең болады. 4-іміз ан жаққа барады. 16 болады, тең болады 2. Түзу сызықты қозғалып келеді. Тоқтайтын уақытын табыңыз дейді. Значит, y тең болады 0-ге. Жылдамдығын табамыз. 3t-ның квадраты минус 12. Туындысын тауып жатырмын, соны 0-ге теңестіремін. 3t-ның квадраты тең болады 12-ге. Осы жерден t квадрат табатын болсам, 12-ні 3-ке бөлемін, 4 болады. t 2-ге тең, 2-нің квадраты 4-ке тең. Так, 2t-нан істемедім ба? Үдеу t 1 секунд болған кездегі үдеуін табыңыз дейді. Бірінші ретті туындысын табатын болсам, жылдамдық шығады. 2 көбейтілген 3t-ның квадраты минус 3 көбейтілген 2t минус 5. Бұл дегеніміз 6t-ның квадраты минус 6t минус 5. Аның үдеуді табатын болсам, тағы да мынадан туынды аламын. 6 көбейтілген 2t минус 6. T-ның орнына 1-ді қоямын. 6 көбейтілген 2 минус 6 тең 6-ға.
екі материалдық нүкте осылай қозғалады дейді. Екі дененің жылдамдықтары бірдей болады. Екеуінің жылдамдықтарын тауып аламын. В1 деп қояйын. В1 туындысын табамын. 8 көбейтілген 2t минус 4. В2-ні табамын. 4 көбейтілген 2t плюс 28. Екеуін теңестіремін. 8-ді 2-ге көбейтсем 16t минус 4 тең болады. 8t плюс 28. 16t минус 8t тең болады 28 минус 4. 8t тең болады 24t тең болады 3-ке. X квадрат минус 4x плюс 1 функциясына жүргізілген жанаманың теңдеуін табыңыз дейді. Бірінші осы нүктедегі мәнін тауып алайық. Минус 1-дің квадраты 4 көбейтілген минус 1 плюс 1. 1 плюс 4 плюс 1 тең болады 6. Енді туындысын табамын. 2x минус 4 болады. Туындысының минус 1-дегі мәнін табамын. 2 көбейтілген минус 1 минус 4 тең болады минус 6-ға. Сосын жанаманың теңдеуі дегеніміз f', fx0 fx0 плюс f'x0 көбейтілген x минус x0. fx0 дегеніміз мынау. f'x0 дегеніміз мынау. Демек, y-тен болады. fx0 дегеніміз 6 минус 6x минус минус 1. 6 минус 6x 2 минусымыз бізде плюсті береді. Жақшаның алды минус болғасын бәрібір ол минусқа өзгереді. 6 мен 6 қысқарып кетеді, минус 6x деген қалады. Так, бір функцияға жанама болатын және y0 түсуіне 45 градус бұрышпен көлбеген түсуінің теңдеуін жазыңыз дейді. Альфа бізде бар 45 градус. Тангенс альфа дегеніміз бізде функцияның туындысына тең болатын еді. Тангенс альфа дегеніміз бізде тангенс 45 градус, ал ол бізде 1-ге тең. Значит, туындысын табамыз да 1-ге теңестіреміз. X квадраттың туындысы 2x минус 9 тең болады 1-ге. 2x тең болады 9 плюс болып барады. 1 плюс 9 дегеніміз 10-ға тең. X тең болады 5. Так, x 5-ге тең болады ма? Бұрыштық теңдеуі. X тең болады 0. Маған жанама болатын x 5-ге тең. X 0 ғой бұл бізде. X 0. X 0, X 0, X 0. Енді жанаманың теңдеуін жазу үшін x0 деген нүкте таптық. Функцияның туындысы 2 y' дегеніміз 2x минус 9. Бірінші функцияның 5 деген нүктедегі мәнін тауып аламын. X-тің орнына 5-ті қоямын. 5-тің квадраты минус 9 көбейтілген 5. 5-тің квадраты дегенім 25, минус 9-ды 5-ке көбейтсек 45. 25 минус 45 дегеніміз минус 20. Енді y'-тің 5 деген нүктедегі мәнін табамыз. 2 көбейтілген 5 минус 9 тең болады, 1-ге тең болады. Y жанама дегеніміз, значит, минус 20 плюс 1 көбейтілген x минус 5 болады. Минус 20 плюс x минус 5. Минус 25 плюс x деген сөз. Ол x минус 25 или же минус 25 плюс x деген. Так, туындысының мәнін табыңыз дейді. Бұл туындының мәні x0. Либо тангенс альфаға тең болады, ал тангенс дегеніміз тікбұрышты үшбұрыш үшін қарама-қарсы, мына жердегі альфа болатын болса, қарама-қарсы жатқан қабырғаның іргелі жатқан қабырғаға қатынасы. Тангенс альфа дегеніміз а бөлінген б. Мына жерге мынандай бір үшбұрыш сызып жіберетін болсақ, мысалы, мына жерде жоқ, мына жерде мен айтады үшбұрыш тұр ғой өзі. Депті. Мына жердегіні мен 2,5 деп алайын. 2 клетка и жартысы тұр, иә. Мына жақтағы бізде 3,5 клетка.
мындай бір үш бұрыш тұр міне сізде. Значит, тангенс альфа дегеніңіз сізде 2,5-ның 3,5-ға қатынасы. 2,5-ды 25 10-ға көбейтіп жүрейік, ал мында бөлімінде 35 пен 25-ті 5-ке қысқартып жүретін болсақ, 5 бөлінген 7. Так, жанаманың теңдеуін жазу керек. Біз бірінші x2 болған кездегі мәнін тауып аламын, ln2 болады, иә. Сосын туындысын табамын, ол бізде 1 бөлінген x, туындының 2 қоятын болсақ, 2-ден 1 болады. Демек, жанаманың теңдеуі дегеніміз ln2 плюс 2-ден 1, x минус 2 болады. Ақшаларды ашамын, ln2 плюс 2-ден 1 x минус 2-ден 1-ді 2-ке көбейтсек, бізде 1 болады. Сонда 2-ден 1 x плюс ln, мына жерде а жауабына келеді. Мына түзуіне перпендикуляр және мына графикке жанама болатындай дейді да. Бізде К1 бар, минус 3-тен 1. Перпендикуляр болу үшін біз К1 мен К2-ның көбейтіндісі минус 1-ге тең болады дедік. Минус 3-тен 1, К2 минус 1. К2 осы жерден бізде 3-ке тең болады деген сөз. Енді осы түзуге жанама болатындай теңдеуді жазу керек бізде. Y штрих 2x минус 3 болады, осы бізде k-ға тең. Функцияның туындысы, ол бұрыштық коэффициентке тең дедік, 3-ке тең. 2x болады 6-ға, x бізде 3-ке тең. Значит, біздің x нөліміз 3-ке тең деген сөз. Демек, функцияның 3 деген нүктесіндегі мәні x квадрат минус 3x, 3-тің квадраты минус 3 көбейтілген 3 плюс 3, 9, 0, 3 болады екен. Туындысына енді туындысының мәні 2x минус 3 қоя, x-тің орнына 3-ті қоятын болсақ, бізде тоже 3 шығады. Енді y жанама дегеніміз, значит, 3 плюс 3 көбейтілген x минус 3, 3x минус 9. Так, 3x-ті жазып қоямыз, 3 минус 9 дегеніміз 6-ға тең. 3x минус 6 деген е жауабында тұр. Так, мынандай бір түзуі осы графигіне жүргізілген жанама дейді. Аның дұрыс мәндерін. Так, туындысын табайық. Y штрих 2ax минус 4. Ол мына жердегі k коэффициент бізде 2-ге тең. Осыны 2-ге теңестіреміз. Барлығын 2-ге бөліп жүрейік. Ax минус 2 тең болады 1-ге. Ax-ті табатын болсақ, 2-ге қосып жүреміз. Ax 3-ге тең болады. Так, ax 3-ке тең болады. Сосын осы түрде жүргізілген. X-ті табатын болсақ, 3 бөлінген a болады. Енді функцияның x-тің орнына 3 бөлінген a-ны қоятын болсақ, a көбейтілген 3 бөлінген a-ның квадраты минус 4 көбейтілген 3 бөлінген a плюс 1 болады. A көбейтілген 9 бөлінген a-ның квадраты плюс, минус. A көбейтілген 3-тің квадраты 9, a-ның квадраты a квадрат әрқайсысына әсер етеді. 4 пен 3-ті көбейтсек 12 бөлінген a болады плюс 1. A мен a квадрат қысқарады. Бұл жақта 9 бөлінген a минус 12 a плюс 1 болады. Ортақ бөлім болып жүретін болсақ, мына жақта a 9 минус 12 плюс a болады. Сонда a 9 минус 12 дегеніміз 3-ке тең, a бөлінген 3. Мынау осылай болды. Енді туындысының мәніне
туындысының мәніне y штрих дегеніміз 2ax минус 4 болды ғой. Y штрихтің, x-тің орнына 3 бөлінген a-ны қоятын болсақ, 2a көбейтілген 3 бөлінген a минус 4. А мен а қысқарып кетеді, 2-ні 3-ке бөлсек 6, 6-тан 4 азайтсақ 2 болады. Енді туындының орнына қояйық. Кішкене бір кішірейтіп жазу керек болатын шығар. Y жанама а минус 3 бөлінген а, мына мәні, плюс 2x минус 3 бөлінген а. Ақшаларды ашайық. А минус 3 бөлінген а, плюс 2x минус 6 бөлінген а. Ортақ бөлімге беріп жүретін болсақ, так, а минус 3 плюс 2ax минус 6 болады. 2ax плюс а минус 3 минус 6 дегеніміз минус 9 бөлінген а болады. Так, түгел аға бөліп жіберейік мынаны. 2ax-ті бөлсек 2x қалады. А-ны аға бөлетін болсақ 1 болады. Сосын 9-ды аға бөлетін болсақ 9 бөлінген а деп просто жазып қоямыз. Осы бізде мынау жанаманың теңдеуі ғой, а бізге ол жанаманың теңдеуі беріліп тұр. 2x минус 4 деп. Осыны теңестіреміз 2x минус 4-ке. Сәйкес x-тары бізде тең, міне 2 мен 2 тең. Демек, мына қалған сандарды 4-ке теңестіреміз. 1 минус 9a тең болады, минус 4 болады. Сосын мынаны ортақ бөлімге келтіретін болсақ, а минус 9 тең болады, минус 4. Сосын бүйтіп а-ны минус 4-ке көбейтіп, минус 4а тең болады, а минус 9 дейміз. Минус 4а минус а тең болады, минус 9. Минус 5а тең болады, минус 9-ға. А тең болады 9 бөлінген 5-ке. Ол дегеніміз 1 бүтін 40, 1 бүтін 18-ге тең деген сөз. 1 бүтін 18 тауып алдық. А 1 бүтін 18-ге тең. 1 бүтін 18-ге тең. Және 0-ден үлкен, 1 бүтін 8 дегеніміз, және 1 бүтін 6-дан үлкен деп айта аламыз ба? Бұлай да белгілеп қойып, осылай белгілеуге болатын сияқты. Сосын мына жердегі бір есеп қалды, иә? Қазір мынаны қайтадан бір көшіріп ала қояйын. Түзуіне параллель болатын және мына нүктеге, мына функцияға жүргізілген жанаманың теңдеуін жазу керек. Біз не істейміз? Бірінші, к дегеніміз минус 2-ге тең, туындысын 2-ге теңестіреміз. Так, значит, туындысы y штрих дегеніміз біріншісінің туындысы 1, x минус 2, бөлшек, бөлшектің туындысын кәдімгідей табамыз бөлшектің ережесі бойынша. Азайтылған біріншісін жазып қоямыз, екіншісінің туындысы 1-ге тең, бөлінген x минус 2-нің квадраты. X минус 2-нің квадраты. Осыны 2-ге теңестіреміз, ақшаларды ашамыз, минус x бөлінген x минус 2-нің квадраты тең болады 2. X пен x-ті қысқартып жібереміз. Так, минус 2, минус 2-ні
Так, мына жерде сейчас x1 тең 2-ге. Сосын былай істейік, -2 бөлінген x -2-нің квадраты -2 дек тең болады 0-ге, и x -2-нің квадраты деп ортақ бөлімге келтірейік. -2 көбейтілген x -2-нің квадраты тең 0-ге. -2 -2 x-тің квадраты -4x плюс 4 тең 0-ге дейік. -2 -2x квадрат плюс 8x минус 8 тең болады 0-ге. -2x квадрат плюс 8x минус 10 тең 0-ге. 2-ге қысқартып жіберейік. -2-ге қысқартып жіберейік. X квадрат минус 4x плюс 5 болады тең 0-ге. Осы жерден x1, x2-ні табатын болсақ, өзіңіз дискриминантпен есептеп алыңыз, мен былай жаза салайын. Ол бізде шықпай қала ма? Дискриминант теріс сан болып кететін сияқты. 4, 20 дискриминант теріс сан болып кетеді. Мына жеріміз бізде -2 екен ғой. -2. Онда мына жеріміз жеңіл шығаруға болады. Бізде -2, мысалы -2 деп жазып қойып, қате шығарып отырмын. Так, значит, -2 бөлінген x -2-нің квадраты тең болады -2. -2-ні бір санға бөлген кезде -2 шығу керек дейді. Өзі шығу керек, значит, мынау бізде бөлшектің бөлімі квадрат 1-ге тең болу керек деген сөз. Демек, x -2-нің өзі 1-ге тең, x тең болады 3-ге тең деген сөз. 3-ге тең немесе 3-ге тең. Так, енді функцияның мәнін табамыз осы нүктедегі. Y-тің 3-тегі мәні дегеніміз 3 бөлінген 3 минус 2. Так, туындысының мәні y'3-тегі мәні минус 2-ге тең болады. Сосын жаңа маны жазатын болсақ, 3 минус 2, x минус 3 тең болады. 3 минус 2, x плюс 6, минус 2x плюс 9. Ой, де жоққа. Так, мына жерде бірінші жағдайдегі, егер 1-ге тең болатын болса, и минус 1-ге тең болып қалуы мүмкін, ол жақшаның ішінде минус 1 болатын болса. X минус 2 минус 1-ге тең болатын болса, x тең болады 1-ге. Y-тің 1-дегі мәні 1 бөлінген 1 минус 2 дегеніміз минус 1. Минус 1. Y' 1-дегі мәні тоже минус 2-ге тең. Значит, жаңа маның теңдеуі минус 1, минус 2, x минус 1. Так, минус 1, минус 2x плюс 2, минус 2x плюс 1. Минус 2x плюс 1. Деген мына жерде f жауабында бар екен. Болды, осындай барлық есептерді мен енді тез түрде түсіндіріп шықтым. Сұрақтарыңыз болса, сосын өзіңізге жазып алып, бір қарап шығып, тағы да өзіңіз шығарып көріп қойсаңыз болады.